Шегірткеге бейсауат тиіспе. Аңыз бойынша топан судың кезінде шегіртке мен құмырсқа кемеге алғаш болып кірген екен. Сондықтан Нұх пайғамбардың осы екі жәндікке назары ерекше түсіпті. Нұх қазығұртқа тоқтағасын, шегірткеге ризашылық батасын беріпті дегенде сөз бар. Бірде Мұхаммед пайғамбар жорықта жүргенде күн райы қатты бұзылады. Жер мен көкті қара түнек басып, айналаны бағдарлау мүмкін болмай қалады. Намаз уақыты болғанда құбыланы таба алмай қиналады. Сол кезде бір топ шегіртке ұшып келіп, бір жерге шоғырланады. Олар жаппай құбылаға қарай ыршып ишара қылады. Пайғамбар олардың құбыланы көрсетіп жатқанын бірден түсінеді. Намаз қатесіз сәтімен өтеліп, мұсылмандар риза болысады. Тағы бірде сахабалар жиналып, мешіт салғанда оның михрабын қарату үшін құбыланы айқындау қажет болады. Сол кезде де шегірткелер қосыны ұшып жетіп, құбыланы көрсетеді. Содан бастап шегіртке мұсылмандар үшін қасиетті жәндік саналып, оларды бейсауат өлтіруге тыйым салынған екен деседі.